қазақ әнұранының авторы Жұмекен Нәжімәдіновке. Оңашада отырам, бауыр рухымен тілдесіп, өмір сүріп келемін, қоңыр түрлік күй кешіп, сағынышым кей сәтте күйге айналып жатады, домбырадан төгілген қоңыр үнге үндесіп, өзіндей боп ұқсын деп, осы асыл ұғымды бауырына анамның салып бердім ұлымды. Қоңыраулы бесіктен қоңыр әуен естіп, қоңырлау ұл болсын деп сүйейтұғын ұлтымды. Қоңыр сөзі қазақтың қасиеті секілді, жүрегіңе нұр құяр, есіткенде біртүрлі салт дәстүрі ұлтымның. Қоңыр атын жамылып, санасында қазақтың қалып қойған секілді. Қоңыр десе тұрады көз алдымда қазағым, құдайындай сыйлайтын, танымайтын қонағын, күмбірлетіп күй тартып, қоңыр әуен тыңдатып, қоңыр үнге толтырған домбыраның шанағын. Ата дәстүр салтымен жүрсін десең бұл қазақ, ұрпағыңа бесікте қоңыр-қоңыр үн тыңдат. Жүрегімде жүр менің сөнбейтұғын сол бейне, қоңыр күзде оянған ең алғашқы махаббат. Қоңыр тірлік кешсем де асқақ еді арманым, есімді алғаш анамның ақ батасын алғаным. Қоңыр жолға түстім де кете бердім содан соң, дүрмегіне ілесіп, мынау фәни жалғанның. Өтіп жатыр осылай қоңыр баяу тіршілік, жарды таптым өмірден қоңыр қызға үйленіп. Біткенімен соң дәм тұзы менің ғазиз атанам, қоңыр төбе басынан орын алған мәңгілік. Бір Аллаға сенеді иман айтқан мұсылман, ажал келіп алғанда тәнің қалып жан ұшқан. Артындағы тіріден дұға тілек күтеді, қоңыр үнмен оқылған қасиетті Құраннан. Менде бір күн өтермін мынау фәни жалғаннан, әр пенденің ғұмыры тағдыры бар жазылған. Жарық сәуле қызарып, қоңыр кеште батқанда, қоңыр әуен тыңдап ап, жыр жазуға отырам.